қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрбір ісі, адамдарға берген жауабы, бір қиын жағдайлардан шығу керек болған кездегі қиын жағдайлардан шығуы, сонда көркем саясаты, адамдармен мәмілесі, мұның барлығы пайғамбарымыздың пайғамбар екендігін көрсетеді деді. Пайғамбар екендігін көрсетеді. Енді оқымаған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам медресе көрмеген, оқу жазуды білмейтін, білім алу үшін сапарға шыққан емес ешқашан, қой бақты, жетім болды, әлсіз болды. Солай бола тұра осындай көркем мінез ақылақтың барлығы бойында қалайша жиналды деді. Және осындай білім қалай жиналды. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, жалпы сауатсыз болу пайғамбарымыздан басқа адам үшін кемшілік деді. Пайғамбарымыздан басқа адам үшін кемшілік. Ал пайғамбарымыз жазуды оқуды білмеді, бірақ пайғамбарымыз үшін ол кемшілік емес. Керісінше Алла тағала айтады: «Ма кунта тахуттуху бияминика иза лартабал мубтилун». Егер сен жазу сызуды білгеніңде, онда адамдар күмәнданар еді деді. Бұл оқыған, жазған, бір жерден оқып алған осы Құранды деген секілді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам онда еш нәрсені білген жоқ. Және әкесі патша болған жоқ, оған мемлекетті басқаруды үйрететіндей, саясатты үйрететіндей, жетім болды, қой бағып өсті. Солай бола тұра қарасаңыз, еш жерде мына жерде қате істеді, мына жерде былай істеу керек еді деп ешкім айта алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінезіне, ақлақына, адамдармен араласуына ешкім айып таға алмайды. Сондай яғни мінез құлқы көркем, кемел, толық болды, саясаты көркем болды. Мұның барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Алланың елшісі екендігін, пайғамбарымызды Алланың өзі тәрбиелегендігін көрсетеді деді. Енді осының барлығын көре тұра, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға күмән келтірген адам қандай бақытсыз адам деді.